Бүгін 18 маусым 2026 жыл бүкіл Мәскеу отқа оранды. Украина президенті Владимир Зеленский Мәскеу мен Ресейдің өзге аймақтарындағы нысандарға жасалған соққыны әділ жауап деп атады. Оның айтуынша, бұл Ресей мен Украина қалаларының бомбалауына қайтарылған кек. Бұл соғыс басталғалы Ресей астанасына жасалған ең ірі шабуыл. Мәскеуге 200-ге жуық, ал жалпы Ресей бойынша 555 дрон ұшырылған. Бұл бейне жазбаны Орда KZ-тен жүктеп алдым, және бұл әуенді сол Орда KZ мен қойған жоқпын. Сондықтан парақшаға тіркеліңіздер. Болашақта тағы жаңа бейне жазбаларды жүктейтін боламыз.